Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде ВАЗ-2114 автокөлігі. Бұл жерде біз тоғжағынан причина болып газдың компьютерін қараған болатынбыз. Газдың компьютерінің ішінде бәрі бүтін, диодтары бәрі орында. Енді біз мына жерден газ бен бензиннің қосылған жерінен газды айырып тастап, бензиннің таза өзімен жұмыс жасатқызып көреміз. Содан кейін әрі қарай роликтің жалғасы болады. Соңына дейін көріңіздер. Так, біздер газдың кассасын бензинмен қосылған жерінен айырып тастадық. Бензиннің өзін жалғадық. И сөйтіп обратно клапанды жауып көрдік, одан да болған жоқ. Ендігі келесі кезекте не форсунканың біреуі замыкать етіп тұр, или болмаса переливать етіп тұр, или болмаса іштегі машинаның өзінің мотордың өзінің компьютері қуып жатыр. Уже бұл жерде бұл машинде просто тоқ жағы қатты қаралмағанда бұл машинде. Сондықтан тоқ жағы әр жерге қажалып, оголенка жатқан проводтар кездеседі бұл жерде. Бәрін орағандай болдық, бірақ бәрібір машинаның өзінің кассасы да не толау. Так, бізде 14-тік уже күн батты, кеш болды. Проводтың бәрін қайтадан орнына жалғадық. И сонымен сөйтіп, енді неден деп ойлана келе, сонымен сөйтіп ең ақырғы шешімді біз шкипті шешіп қарайық деп шештік. И сонымен сөйтіп, шкипті қарасақ, мынандай екі бөліктен тұр бұл шкип. Шкиптің жағдайы осындай екен. Мынандай. Осы кішкене миллиметр былай или миллиметр былай артқа кетіп қалса, машине уже тартпайды, флопок береді, тұншығады. Естеріңізде болсын. Бәріңізге рахмет. Каналымызға подписывайтесь етіңіздер және лайк басыңыздар.